Қайырлы күн достар, сіздермен бірге Амангүл Жұмабекқызы. Бүгін сіздермен өте дәмді карамельді медовый тортын дайындаймыз. Тортымыздың қамырына ең алдымен ұн, қант, жұмыртқа, сары май, ас содасы және мед қажет болады. Ең алдымен қантымызды, сары майымызды және медімізді бір ыдысқа салып, баяу отқа газге қоямыз. Сары майымыз бен қантымыз ерігенше жақсылап араластырып отырамыз. Бір қайнағаннан кейін үстіне ас содасын салып жақсылап араластырамыз. Ас содасын салғаннан кейін реакция жүріп сұйықтығымыз көтеріледі, сондықтан мұқият араластырып отырыңыз. Дәл осындай күйге енгеннен кейін отымызды өшіреміз. Дайын болған сұйықтығымызды суытуға бөлек табаға құямыз. Суығаннан кейін үстіне жұмыртқамызды салып жақсылап араластырып аламыз. Енді аз-аздан ұнымызды сала отырып, қамырымызды илей бастаймыз. Дайын болған тестамызды мешокқа салып, тоңазытқышқа біраз уақытқа салып қоямыз. Енді крем дайындауға кірісеміз. Ол үшін сүтімізді газге қойып, бір жылытып аламыз. Кейін үстіне крахмал ұнымызды салып, жақсылап араластырып отырамыз. Крем дайындаған кезде араластыруды тоқтатпаңыз, өйткені асты күйіп кетуі мүмкін. Жайлап қалыпқа ене бастаған кезде үстіне сары май салып, 2 минуттай тағы да араластырып аламыз. Креміміз дайын болды. Отымызды өшіріп, енді дайын болған кремімізді суыға бөлек ыдысқа саламыз. Кейін үстіне пищевой пленкамызды жауып, тоңазытқышқа бірнеше сағатқа қойып қоямыз. Енді дайын болған тестамызды бірдей етіп 7 бөлікке бөліп шығамыз. Енді қамырымызды бір-бірден дөңгелектей жайып шығамыз. Жайған қамырымызды пергаментке салып, үстіне кальциямен бір басып, вилкамен тесіп шығамыз және осы уақытта пешімізге салып пісіріп аламыз. Піскен коржиктерімізді осылай кальцияның көмегімен кесіп шығамыз. Коржигіміз дәл осындай әп-әдемі жұп-жұмсақ болып шықты. Енді тоңазытқыштағы кремімізді алып, бір бұлғап формаға келтіріп аламыз. Креміміз дайын болды. Енді тортымызды жинауға кірісеміз. Бір коржигімізге 2-3 қасықтан крем салып, барлық жеріне жеткенше жақсылап жағып шығамыз. Соңғы кремімізді толықтай сыртының барлық жеріне жағып шығамыз. Енді дайын болған тортымыздың бетін жауып, 2-3 сағатқа тоңазытқышқа жібереміз. Енді кесілген артық коржиктерімізді оқтаудың көмегімен осылай ұнтатып аламыз. Тортымызды тоңазытқыштан алып, енді ұнтатқан коржиктерімізді барлық жеріне сеуіп шығамыз. Біздің тортымыз дайын болды. Өздеріңіз видеода көріп тұрғандай өте жұмсақ болып шықты. Дәмі енді сөзсіз, міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеом ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырыңыз.
сіздермен бірге болған Амангүл Жұмабекқызы.